Сәлем достар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді фисташкіден жасалған чизкейк дайындайтын боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Алдымен бөлме температурасындағы сармайымызға сахарный пудраны салып, жақсылап езіп аламыз. Енді оған жұмыртқаның 2 сарыуызын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң оған ұнымызбен және фисташковый ұнымызды қосып, бір келкі болғанша араластырып, қамыр елейміз. Бізде осындай жұмсақ, әдемі, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Енді 2 пергаментті алып, ортасына қамырымызды салып, тегістеп жазып аламыз. Қамырымыз дайын, 170 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Кремін дайындайтын боламыз. Оған бізге творожный сыр, үстіне фисташковый пастаның бір шай қасығын қосамыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу керек. Творожный сыр мен фисташковый пастаны араластырып, енді үстіне жұмыртқасын жағып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне секерімізді, сосын сливкемізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кремін дайындағанда миксер қолдануға болмайды, өйткені пісіп шыққаннан кейін треска пайда болуы мүмкін. Бізде осындай бір келкі масса шығу керек. Қорыштарымыз дайын болды. Блендерден өткізіп, үстіне сармай құйып, тағы да араластырып аламыз. Дайын болған крошкаларымызды осындай формаға салып, бортики жасап аламыз. Менде форма диаметрі 18. Осылай бортики жасап алып, холодильникке 15-20 минутқа
салып қоямыз. Яғни біз начинкамызды құю үшін ол алдын ала кішкене өз формасын ұстау керек. Енді үстіне кремімізді құйып, бетін тегістеп, алдын ала 100 градус қызып тұрған пеште 1 сағат 20 минут пісіріп аламыз. Дайын болған чизкейктерді формадан шығармай, бөлме температурасында суытып, 1 күнге холодильникке қалдырамыз. Осындай чизкейгіміз дайын болады, өте дәмді болып шығады, сіздер де дайындап көріңіздер.